Сәлеметсіңдер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз алгебра пәнінен жиынтық бағалау бақылау есептерін шығаратын боламыз. Сіздерге дәл осындай есептен келуі мүмкін, немесе апайларыңыз мына жақтағы әріптерді, сандарды және есептің берілгендерін ауыстырып беруі мүмкін. Сондықтан есептің шығарылу жолын жақсылап түсініп алыңыздар. Бірінші есеп: келесі алгебралық бөлшек үшін айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды дейді. Бұндай, яғни алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды деген сұрақ болып тұрса, біз осы алгебралық бөлшектің бөлімін нөлге теңестіріп, сондағы x-тің мәнін анықтайтын боламыз. Бірінші А сұрағына жауап беру үшін, яғни 5x қосылған 6 бөлінген 3x азайтылған 9. А сұрағына жауап беру үшін осы бөлшектің бөлімін нөлге теңестіреміз. Сонда 3x-іміз тең болады 9-ға, x-іміз тең болады 9 бөлінген 3 плюс 3, яғни минус 9 теңдіктің мына жағына плюс 9 болып шығады. 9-ды 3-ке бөлеміз, x тен 3. Яғни x тен 3 болған кезде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Неге десеңіздер, мына жақтағы тапқан x-імізді, мына 3-ті мына жақтың x-ін орнына қоятын болсақ, 3 көбейтілген 3 ол 9, 9-дан 9 азайтсақ 0 деген сан шығады. Ал 0 деген сан бізде бөлшектің бөлімінде тұруы мүмкін емес. Себебі кез келген санды немесе әріпті 0-ге бөлетін болсақ, ол анықталмағандық сан деген сөзді береді. Екінші, бұл сұрағына жауап беру үшін айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні 0-ге тең болады десе, онда біз уже бөлшектің алымын 0-ге теңестіреміз. Онда 5x қосылған 6 тең 0 дейміз. Бұдан 5x тең минус 6, теңдіктің арғы жағына 6 минус 6 болып шығады. Сонда x-іміз тең минус 6 бөлінген 5, ол минус 6 бөлінген 5, немесе минус 1,5-тен 1 деп жауап береміз. Негізі бұлай аралас санға айналдырудың қажеті жоқ. Осындай бөлшек дұрыс бөлшек ретінде қалдыра берсек те болады. Енді қарасаңыздар, мынау x-тен 6 бөлінген 5-ті мына 5-ті x-дің орнына қоятын болсақ, 5 көбейтілген 6-тан 5, 5-тен 5 қысқарып кетеді. Минус 6 плюс 6 тең болады 0-ге. Яғни есепті дұрыс шештік. Екі есеп берілген. Бірінші А есебін шығарайық. Амалдарды орындаңыздар дегенде, біз бұл жақта осы алгебралық бөлшектен осы алгебралық бөлшекті азайтуымыз керек. Есептің берілген жазып алайын. А квадрат қосылған Б квадрат, А квадрат минус Б квадрат азайтылған Б минус А плюс Б бөлінген А плюс Б. Енді оқушылар мына жақта қарап тұрсақ, А квадрат азайтылған Б квадрат, ол бізде А минус Б көбейтілген А плюс Б, яғни қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Сонда біз А квадрат минус Б квадратты А минус Б көбейтілген А плюс Б деп жазсақ та болады. Сонда бізде осы алгебралық бөлшекті бір-бірінен азайту үшін біз мына екінші бөлшекке не жетіспей тұр? А плюс Б жетіспей тұр, яғни бұған А плюс Б-ны береміз. Ал үшінші бөлшегімізге керісінше А минус Б жетіспейді. Бізде мына жақта просто А мен Б-ның орындары ауысып кеткен. Сонда мына жаққа бізде А минус Б жетіспейді. Енді осы есебімізді шығарайық. Тең деп мына жаққа жазамын. Яғни бірінші бөлшегімізге біз ештеңе бермедік. Оны өзгертпей жазамыз. Тек қана бөлімін А минус Б көбейтілген А плюс Б деп өрнектеп аламын. Енді алымын жазамын. А квадрат плюс Б квадрат минус Б, яғни Б көбейтілген А плюс Б плюс Б көбейтілген А минус Б. Көрініп тұр ма? Енді жақшаны ашамыз. Бірінші А квадрат плюс Б квадратты өзгертпей жазамыз. Минус Б көбейтілген А, ол минус А Б. Минус Б көбейтілген Б, ол минус Б квадрат. Так, Б көбейтілген А, ол А Б плюс А Б. Б көбейтілген минус Б, ол минус Б квадрат. Так, бөлшектің бөлімін көшіріп жазамын. А минус Б көбейтілген А плюс Б. Жақта біреу плюс, біреу минус болады. Так, сонда қараймыз. А минус Б мен А минус Б қысқарып кетеді. А Б мен А Б қысқарып кетеді. Екеуінің таңбалары әртүрлі. Б квадрат пен минус Б квадрат қысқарып кетеді. Сонда А квадрат минус Б квадрат қалды. А квадрат минус Б квадрат қалды. Ол бізде бөлімі де А квадрат минус Б квадрат, Енді екеуін былай қысқартып жіберсек, сонда есептің жауабы 1 деген сан шығып тұр.
Енді б-сыншысын шығарамыз. Бұл жақта енді алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлу мысалы есімізге түседі. Бұл жақта біз бірінші алгебралық бөлшегімізді теспейміз. Бөлу болған кезде екінші алгебралық бөлшегіміздің орнын ауыстырамыз. Ал көбейту болған кезде тоже теспейміз, сосын қысқартамыз. Енді жазайық. 2х квадрат бөлінген 3х азайтылған y. Мына бөлудің орнына көбейту деп жазамында. Бөлшектің бөлімін алымына жіберемін, алымын бөліміне керісінше жіберемін. Сонда 9х квадрат минус y квадрат. Мына жақта x, y куб көбейтілген 2y бөлінген 3x қосылған y. Енді бөлінетіндерін қысқартатынын қысқартып алайық. Мына жақта y куб пен y қысқарады, y квадрат қалады. Мынау y квадрат пен мынау y квадрат қысқарады. X пен x қысқарады. Басқа ештеңе қысқармайды, Тең. Енді оқушылар қараймыз. Не қалды, соны жазамын. Бірінші бөлшекте 2 қалды. Бөлімі 3x азайтылған y қалды. Көбейтемін. Енді мына жақта 9x квадрат азайтылған y квадрат, ол бізде қысқаша көбейту формуласы, яғни оны 3x азайтылған y бір жақша, 3x қосылған y екінші жақша деп жазуға болады. Бөлшектің бөлімінде ештеңе қалмады, яғни 1 деп жаза салайын. Көбейтілген 2, мына жақта тағы да 3x қосылған y қалды. Енді қысқартамыз. 3x азайтылған y қысқарады, 3x қосылған y қысқарады. Сонда не қалды? Тек қана 2 мен 2 қалды. Яғни 2-ні 2-ге көбейтсек, жауабы 4 екен. Түсінікті болса, оқушылар түсінікті деп комментарийға қалдырып қойыңыздар. Үшінші соңғы есеп өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бұл есепте де біз не істейміз? Бөлшекті жаңағы ортақ бөлімге беріп, бөлшекті бір-бірінен айырамыз. Мына жақта қосамыз екі бөлшекті бір-біріне, сосын шыққаннан кейін сандарымызды жаңағы көбейтіндетін көбейтіп, қысқаратыны қысқартып жібереміз. Үшіншісі, сонда а азайтылған а квадрат плюс б квадрат бөлінген а плюс б. Көбейтілген екінші жақша 1 плюс б қосылған 2 а минус б. Енді қараймыз. Ортақ бөлімі бізде мына жақта а плюс б болады. Сонда біз мынаған а плюс б береміз. Екінші бөлімнаған 1-ден береміз. 1 деп жаза салайық, өйткені мына а-ның бөлімі бізде 1 болады. Енді б мен а минус б-ның ортақ бөлімі осы екеуінің бір-біріне көбейтіндісі болады. Сонда мынаған а минус б береміз, мынаған б береміз. Тең. Енді жаңағы жазамыз. А плюс б азайтылған а квадрат. Оқушылар мына жақта қараймыз. Минус таңбасы екінші бөлшектің алымының таңбаларын өзгертіп жібереді. Сонда минус а квадрат минус б квадрат болады. Ал бөлшектің бөлімі а плюс б болып тұр. Екінші бөлшегіміз бөлімі не болды? А минус б көбейтілген б болып тұр. Ал алымы а минус б плюс 2 б болады. Енді тең жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқан кезде а мен а көбейтіледі а квадрат, а мен б көбейтіледі а б болады. Минус а квадрат минус б квадрат. Мынақта а б. А квадрат пен а квадратты қысқартып жібереміз. Екеуі бірдей өрнек, бірақ таңбалары әртүрлі. Көбейтілген а минус б көбейтілген б. Мына жақта а-ның өзі қалады. Минус б қосылған 2б, ол плюс б болады. Сонда а плюс б мен а плюс б қысқарып кетеді. Тең. Мына жақта не қалды? А б азайтылған б квадрат. Бұл жақтан б-ны жақшаның сыртына шығаратын болсақ, а азайтылған б болады. Сонда мына жақта бөлімі 1 қалды. Мына жақта алымы 1 қалды. А минус б көбейтілген б. Сонда барлығы қысқарып кетейін деп тұр. Жауабы 1 екен.
Ал оқушылар, сонымен бүгінгі есептеріміздің барлығын шығардық. Бұл бақылау сіздерде 20 минуттық бақылау болады. Есептің берілгендері өзгеріп келуі мүмкін. Сондықтан менің алдыңғы видеоларымды да қарап шыққандарыңыз дұрыс. Мен ссылкасын қалдырамын, 7-ші сыныптың плейлисті деп. Сол жерде бүкіл 3-ші, 4-ші тоқсанда өткен сабақтарыңыздың барлығы қайталанып, жаңағы есептің шығару жолдары түсіндіріліп тұр. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, енді өсіп келе жатқан каналымды қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.